Менің есімім Максим Рожин. 2005 жылдан бері мен Астана арнасында жұмысқа кіріскем. Содан бері журналистикадамын. Жалпы көп адам сұрап тұрады, осы тіліңіз қалай қазақ тілін меңгердіңіз, қалай үйрендіңіз? Менің енді көп менің бауырларыма қарағанда тілім ауылдан шыққан. Өткені мен 6 жасар кезімде Қаскелен, қазір Қарасай ауданы Қаскелен қаласынан Арыс қаласына көшкен болатын. Арыс қаласында өзі бір сондай көшеде тұрдық. Бізден басқа орыс отбасы жоқ. Мен балалармен шығып ойнау керек. Сондан кейін бір күні шыққанда қараймын, сол жерде көшедегі балалар да десем түсінбейді. Сөйтіп арасында біреу енді маған кейін досым болып айтқаным ұқсайды, сен барып қазақша үйреніп кел, сосын бізбен ойнайсың деп айтып. Ол кезде түсінбейсің ғой. Кейін айтқан есімде маған қазақша сөйлеп бастағаннан кейін. Енді сол бір жылдың шамасында балалармен ойнап жүріп, мен қазақ тілін меңгеріп алдым. Журналистика келуім өзі қызық. Мен сіздерге сол келген жолымды айтып берейін, түсіндіріп. Өйткені мен үшін бұл өмірімде жалпы үлкен өзгерістерге, үлкен өзгеріске алып келген дүниелер. 2006 жылы мен осындағы Астанадағы бір саяси шараға қонақ болып келген болатын. Сол кезде менен Астана арнасы сұхбат алды. Сол шараға байланысты жалпы қазақ тілінде сұхбат бердім. Содан кейін арна басшылығы сол сұхбатты көрген құсайды, кешкісін жаңалыққа қонаққа шақырған. Жаңалықта енді ол кезде құрдасым Оксана Петерс жаңалық жүргізіп жатыр. Екеуміз енді сол жердегі ахуалды талқылап, жастарға әсері деген сияқты мәселелерді. Содан кейін арна басшылығы маған не ұсынды? Сіз Астана арнасына келіп жұмыс істеуге қалай қарайсыз деді. Енді мен үшін ол жаңалық болды, өйткені мен камера алдында жұмыс істемеген адаммын. Ол кезде мен Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің жастар комитет төрағасы болып жұмыс істеген. Қоғамдық жұмыс, жалпы жастармен жұмыс. Енді мен үшін ерекше бір ұсыныс болды, өйткені мен жаңа бір мамандықты, жаңа бір білдей үлкен саланы игеруім керек болатын. Енді оны жеткіздім. Басшылық, біз енді мүмкіндік береміз, ары қарай өзің көресің, қалғаны өзіңне байланысты болады деді. Содан мен 2-3 айдай дайындалып, кәдімгідей күнде пробный эфир дейді, тракт. Сол тракт жасап, 3 айдай дайындалдым. 3 жыл эфирде қазақша жаңалық жүргіздім. Енді шын айту керек, егер мен қазақ тілін білмесем, мені Астанаға да шақырмас еді. Мен телевидение, жалпы журналистикаға келмес едім. Сол тұрғыдан қарағанда, жалпы мені осы журналист қылған қазақ тілі. Журналистикадан 2012 жылы мен пиар саласына ауыстым. Содан бері журналистика саласынан жалпы қол үздім деп, толық қол үздім деп айтамайым. Дегенмен қызметім, жұмыс бабым осы пиар, қоғаммен байланыс саласына ауысты. Шын айту керек, осы қазір көптеген компанияларда жұмыс істеп, тәжірибе жинап, енді мына биылдан бастап мен Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрлігінде қызмет етем. Мен осында ресми өкілмін, ресми өкіл кеңесші.
Жалпы фото өнеріне деген әуестігім бар. Шын айту керек, журналистика саласынан 2012 жылы қол үзгеннен кейін бір қандай да бір шығармашылыққа әуестігім пайда болғаннан кейін, жалпы журналистиканың өзі шығармашылық қой енді. Сондан кейін фотомен айналыстым. Фото өнерімен айналысу үшін кез келген нәрсемен кәсіби түрде айналысу үшін білім керек. Мен сол үшін Нью-Йоркта фотография институтын қашықтан оқып бітіргем. Енді фото өнері бұл бөлек өнер. Қазақстанда қазір қарқын алып дамып жатқан өнерлердің бірі. Дегенмен біздің фотографтардың шетелге танылуы, шетелге шығып өз өнерін паш ету деңгейі көңіл көншітпейді. Өйткені біз жеке дара фотограф болып шығамыз, ал топ болып, арнайы фотографтардың бірлестігі болып көп шетелге шықпаймыз. Сондықтан Астанада осы жерде фотогерлердің клубын ашып, шетелге өз суреттерімізді жіберуге күш салдық. Шын айту керек, нәтиже көп. Менің де біраз суреттерім шетелді аралап шықты. Соның ішінде біздің құсбегілердің жарысы Испаниядағы ИФ агенттігіне шығып, шамамен 2 миллиардтай адамы бар, оқырманы бар баспаларға көп тарап кеткен болатын. Осыдан 2-3 жыл бұрын шыны керек көп азамат, шетелдік азамат маған пікір қалдырды, пікір жазды, Қазақстан туралы білгісі келді. Бұл енді фото өнері Қазақстанды әлемде жақсы танытудың, дамытудың және таныстырудың жақсы құралы. Қосымша айтқанда, енді менің бұл жеке хоббиім. Мен уақыт бос кезде сүйіп айналысып, жанның тыныштығы үшін бір айналысып жүрген дүнием. Енді ол елге пайдасын алып келіп жатса, құба-құп, әрине мен де қуанамын. Біз бүкіл Қазақстан ассамблея мүшесі деп айтуға келетін шығар енді. Өйткені Қазақстанда қанша ұлт тұрады, көбісі сол ассамблеяның шарасына атсалысады, араласады жалпы. Енді мен өзім ассамблея мүшесі деп айта аламын. Өйткені осы соңғы 1 жылдың ішінде біз ассамблеямен қазақша сөйлейтін өзге ұлттармен қосылып көп шара өткіздік. Сол шаралардың бірі осы жылдың басында болды, қазақ тіліне қатысты болған. Ол шараға Қазақстанның түкпір-түкпірінен 50-дей қазақша сөйлейтін, қазақ тілін жетік меңгерген өзге ұлт өкілі келіп, өзінің жалпы өмір баянын айтып берді, былайша айтқанда. Ол қазақ тілін қалай үйренді және қазақ тілі оған жалпы қандай бір өміріне қалай әсер етті деген тақырыпта. Шынын айту керек, жалпы бізді тіл біріктіру керек қой. Өйткені бұл еліміздің ең бірінші біріктіруші факторының бірі бұл тіл. Сондықтан осы форумға біз сондай тақырып қойдық. Көп азамат келді. Мен өзім сол көп жігітпен, көп қыздармен таныстым. Сол жерде жалпы қазақша сөйлейтін журналист болған, біреуі мемлекет қызметкер, біреуі мұғалім, біреуі психолог. Барлығы да осы тілдің айналасында бар болған, пайда болып жатқан проблемаларды шешуге тырысып жатыр. Өте қызық форум болды. Біз осы форум аяқсыз қалмай, ары қарай да бір өзінің керекті пайдасын осы тілдің дамуына, жалпы тілдің айналасында болып жатқан проблемаларды шешу үшін жұмыс істейді деген ойдамын.